Осы жолы көрсететін бұл трюк балансты жылдам және қателеспей қоюға көмектеседі. Бірінші көрсететін трегім ол до обработки. Екінші көрсетілетін трек после обработки. Бұл тректің басты көмекшісі ол pink noise, яғни розовый шум. Бүгін біз сведенияның маңызды бөліміне тоқталамыз, яғни ол баланс. Бәрімізге таныс Майкл Джексонның Билли Джин, тағы да басқа көптеген әлемдік хиттер розовый шумның көмегімен жөнделген болатын. Жақсы қойылған баланс тректің сәтті шығуын 60%-ке дейін жоғарылатады. Қалғаны частотный обработка, динамический обработка, пространственный обработка және мастеринг. Жақсы баланс қою үшін мен әлі күнге шейін розовый шумның көмегіне жүгінемін. Негізі шумның түрлері өте көп, ал картинада ең басты шумдар көрсетілген. Розовый шумның бір ерекшелігі частотный спектрді әр октава сайын -3 децибелға шейін азайып отырады, яғни біздің есту қабілетіміз сияқты. Сонау 20 ғасырдың бірінші жартысында немістің физиктері Флетчер мен Менсон айтқандай, адамның есту қабілеті түзеу емес, яғни линейный емес, картинада көрсетілгендей. Егер бұл картина сізге түсініксіз болса, мен осы картинаға арнап бөлек сабақ түсіре аламын. Ал розовый шумның барлық частотный спектрін біздің құлағымыз бірдей қабылдайды. Розовый шумды бір тыңдап алып, практикаға көшейік. Біріншіден, проекттің әрбір каналын өзімізге ыңғайлы етіп жазып аламыз. Екіншіден, бізге розовый шум керек. Reaper'дің бір жақсы жері штатный розовый шумның генераторы бар. Ол үшін жаңа трек ашамыз. Жаңа тректің insert бөлімін басып, фильтрге өтеміз. Фильтрге pink noise generator деп жазамыз. Үшіншіден, мастер каналға кімге қандай RMS өлшейтін плагин ыңғайлы, соны саламыз. Маған BX метр ұнайды. Ал енді плагиннің настройкасын жасайық. Плагинді моно режимге ауыстырамыз. Мастер каналды да моно режимге ауыстырамыз, проекттің фундаментін жақсылап қалап алу үшін. Фундамент ол бочка мен бас. RMS өлшейтін метр плагинді ашып, плагиннің noise бөлімінде көрсетілген фейдерді шамамен метрде -12 децибел пик және де -22 децибел RMS-ке шейін азайтамыз. Ол үшін плагинді bypass-тан алып тастаймыз. Не үшін -12 децибел пик және де -22 децибел RMS жасадық. Мастерингте лимитер салғанда қосымша хедрум болу үшін. Біріншіден барлық каналды mute режиміне ауыстырамыз. Яғни каналдан әрқайсына mute басып шығамыз. Немесе Reaper'дің бір артық жері, менде өзіме арнап кнопка жасап алғам. Яғни мен mute деген кнопканы бассам, мына жерде M дейтін, менде бүкіл канал автоматически mute режиміне өтеді. Розовый шумды қосып, әрбір каналды соло қосып, бірге тыңдай отыра, тректің громкысын азайтып, немесе керісінше қосамыз. Жалпы шумның артында инструменттер болар-болмаста естілу керек. Практика бойынша ол былай.
Ал вокал ерекше инструмент болғандықтан, вокалдың дауысты дыбысты әріптері жақсы естілу керек. А, У, И, Е сияқты жалпы фразалары. Көргендеріңіздей түкте қиындығы жоқ, ал енді результатты тыңдап көрейік. Ол үшін мастер каналдағы моно режимді стерео режимге ауыстырамыз. Өте жақсы баланс жасалды. Енді мастерингпен бірге тыңдап көрейік.